Баршаларыңызға әссәләму алейкум. Бүгінгі бейне жазбамызда салауат айтудың нақты шариғи үкімдерін және салауат айтуға қатысты көпшілік біле бермейтін дүниелерді, әрі салауат айтудың ұнамды және айтуға болмайтын ұнамсыз орындарын баяндайтын боламыз. Бейне жазбамызды бастамас бұрын арнамызға жазылып, қоңыраушасын баса кетіңіз. Алла разы болғай. Жалпы мұсылмандар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға салауат айтуды білгенімен, көпшілігіміз оның үкімдері мен маңыздылығын және оның нақты пайдаларын біле бермейміз. Салауат айтудың үкімдері. Әуелі парыз болатын жағдайы. Ислам ғұламалары салауат айтуды шариғаттың шарты ретінде бекіткен. Құранның Ахзаб сүресінде Алла тағала: расында Алла және оның періштелері пайғамбарға салауат айтады. Уа иман келтіргендер, сендер де оған салауат айтып, ықылас пен сәлем жолдаңдар деп айтады. Осы аятқа байланысты имам Әбу Бәкір әл-Джассас өзінің Ахкамул Құран кітабында аяттың сыртқы мағынасы пайғамбарымызға салауат айтудың парыз екендігін білдіргенімен, кімде-кім пайғамбарға намаздың ішінде немесе намаздан тыс уақытта болсын бір рет салауат айтатын болса, парыздығы мойнынан түседі деп түсініктеме берген. Яғни өмірінде бір рет салауат айту парыз. Екінші уәжіп, яғни міндетті болатын жағдайы. Дінімізде салауат айтудың маңыздылығы жайында көптеген хадистер келген. Сондай хадистердің бірінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір күні мінберге шығып бара жатып әмин деп айтады. Екінші баспалдағына шығарда тағы да әмин деп айтады. Үшінші баспалдағына аяғын қойғанда тағы да әмин деп айтады. Бұған куә болған сахабалар 3 мәрте әмин деп айтуының мәнісін түсінбей пайғамбарымыздың өзінен сұрайды. Сонда Алла елшісі: мінберге шығарда Жәбірейіл періште жаныма келді де, кімде-кім Рамазан айына жетіп, кешірімге ие бола алмай өмірден өтсе, Алла оны мейірімінен алыстатсын деді. Осы кезде мен әмин дедім. Екінші баспалдаққа аяғымды басқанымда, кімде-кімнің қарт ата-анасы болып, оларға қызмет ету арқылы Алланың разылығына кенелуді көздемесе, Алла оны мейірімінен алыстатсын деді. Мен де әмин дедім. Ал үшінші баспалдаққа аяғымды басқанымда, кімде-кім сенің есімің аталғанда салауат айтпаса, Алла оны мейірімінен алыстатсын деді. Мен тағы да әмин дедім деп жауап береді. Міне осы хадис пайғамбарымыздың есімі айтылған кезде оған салауат айтуымыз керектігін баяндайды. Ханафи мазхабының ғалымы Ибн Абидиннің Раддул Мухтар кітабында ислам ғұламаларының айтуынша пайғамбарымыздың аты аталған кезде мұсылман адамға өмірінде бір рет салауат айту парыз. Оқығанда, жазғанда, айтқанда, естігенде олардың әуелгесінде салауат айту уәжіп, қайталанғанда айту мұстахаб деп баяндайды. Яғни кітап оқыған кезде немесе уағыз арасында пайғамбарымыздың есімі айтылса, әуелгесінде салауат айту уәжіп, міндетті. Ал тағы да қайталанып жатса, салауат айту мұстахаб, жақсы көрілген сауапты амал болып табылады. Құран оқу барысында пайғамбарымыздың есімі жолықса, салауат айту керек пе деген сұрақ туындауы мүмкін. Бұл жөнінде Ханафи мазхабының ғалымы Қозихан өзінің Фатауа Қозихан кітабында имам Ан-Натифидің бір адам Құран оқып отырған сәтінде пайғамбар есімін, яғни Мұхаммед сөзін оқыса, немесе оқылған аяттардың ішінен естісе, оған салауат айту міндетті емес. Өйткені Құранды ретіне қарай үзбей оқу салауат айтудан абзал. Ал Құранды оқып болғаннан кейін салауат айту жақсы іс саналады деп айтқанын келтіреді. Үшінші мұстахаб, салауат айтудың ұнамды уақыттары. Салауатты жұма күні көп айту. Бұл жөнінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің хадисінде: шынында аптаның ішіндегі ең қайырлы күндерің жұма күні. Сол күні маған көптеп салауат айтыңдар. Өйткені айтқан салауаттарың маған арнайы жеткізіледі деген. Таңғы және кешкі уақытта салауат айту. Әбу Дардадан, Алла ол кісіге разы болсын, кеткен хадис шәрифте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай дейді: кімде-кім таңғы және кешкі уақыттарда маған арнап 10 рет салауат айтып, сәлем жолдайтын болса, қиямет күні менің шапағатыма бөленеді деген. Дұға жасағанда салауат айту. Ибн Мас'уд, Алла ол кісіге разы болсын, сендердің бірің Алла тағаладан сұрайтын дұғасы болса, оған лайықты түрде мадақ айтудан бастасын. Сосын пайғамбарымызға салауат айтып барып тілесін. Осылай ету дұғаның қабыл болуына лайықтырақ деген. Басқа бір хадисте пайғамбарымыз 2 салауат арасындағы дұға қабыл болады деген. Тағы да салауат айтудың мұстахаб, ұнамды уақыттары. Салихалы жиындарда, мешітке кіріп бара жатқанда және шығарда, хатым Құраннан кейін, азан айтылғаннан кейін,
Жалпы кез келген уақытта салауат айту мұстахаб болып саналады. Пайғамбарымызға салауат айтуға болмайтын және ұнамсыз орындар. Жұма құтпасы айтылып жатқан уақытта дыбыстап салауат айту. Жалған сөйлеп өзінің сөзін қуаттау үшін пайғамбарымыздың есімін айтып, оған салауат жолдау қайтарылған іс болып табылады. Және ерлі-зайыптылар қосылған кезде, моншалар мен әжетханаларда, сол секілді жаман орындарда салауат айту тыйым салынған ұнамсыз іс болып табылады. Құрметті мұсылман бауырлар, әрдайым салауат айтуға әдеттенейік, және салауат айтудың үкімдері мен артықшылықтарын өзгелермен бөлісе жүріңіздер. Бүгінгі бейне жазбамыз ұнаған болса, лайк басып, арнаға тіркелуді және қоңыраушасын баса кетуді ұмытпаңыздар. Алла разы болғай.